Ой, бүгін керемет күн болып жатыр. Сәкен ағамен, Динарка жеңшеміздің үйінде вечер. Ақтаудың қыздары бар осы жерде. В общем, керемет вечер басталды. Бүгін мен армандап жатырмын. Сәкен ағамен көрші боламын деп шештім. Керемет! Айнұртаға рахмет, Ақтаудың қыздарына рахмет. Сонау жерден Ат артып неге біздің кішігірім өзіміздің үйдегі мейрамымызды, үйдегі қуанышымызды бөлісіп жатыр қыздар. Рахмет. Керемет! әдемінің әдемі әжесі. Әдемінің әдемі әжесі, оның әдемі құрбылары. Ал саған. Әулетіндегі қуанышқа баршаңызда қош келдіңіздер дейміз. Қадамдарыңызға Алланың нұры жаусын. Олай болса, әдемі қыздың бүгінгі бесік тойы шілдеханасы құтты болсын деп қояйық, мінекей. Алтындай әдемі деген есімді иеленіп, мінекей. Әдемі әлемге қадам басқан бал бөбектің өмір жасы ұзақ болсын, бауы берік болсын, қадамы құтты болсын. Атасы мен әжесінің, әкесі мен анасының көз қуанышы, балдай махаббаты, тәтті сезімі болып, өмірде аман есен өсе берсін. Олай болса, батада бір тілектегі бірақ сөз, ол жақсылық жамандықтан жырақ сөз деп, төрімізде отырған ел анасы Тәнзила апамыздан, құдағайымыздан, Динарадай жеңгеміздің аяуланасынан баталайық қанекей. Әдемінің үлкен әжесінен. Әрине, ауылдағы әжеміздің, анамыздың жөні бөлек, жолы бөлек, ол кісі де осы батада. Ал сіз сол апамыздың, анамыздың орнына бата беріп жүріңіз. Айналып шығыңыздар, біздің қырқасы суымыз бітпесін, ары қарай балапанның тырнағын алу, шаршалы ұрымының жөн жаралысын жасаймыз. Сәбелі сесін қойып, әдемі қасына алу керек. Сатушының айтқан бағасына жамандықтан қаш, баламның ұйқысы тыныш болсын, жамандықтан алыс болсын деп өздерінің суды тиынға қою керек, сақтан қою керек. Салмаңыздар, алмай қойыз, тиынды алмаңыз. Ол мен қайнат боламыз дейді. Ал, бисмиллахиррахманиррахим. Бақытты бала, ақылды дана болсын. Осындай бесікке қатысты енді ұғымдарды айтып жатқаным ғой. Осы апамның анасы. Астынан. Бір көтер. Бисмиллахиррахманиррахим. Ал, кәнеке аластай. Ай, бәрекелді. Алас, кет бәрекет, алас. Бас жағын аластыр. Жақсылыққа бас, алас. Әдемі Астына қолын ұста, қолын. Жазираның әдейендері шырқалып жатыр. Сондықтан да қасымызда отырып қазір әдемілеп әдейені өзі бір ұйқымас қыз екен, сасық қыз екен, жаман қыз екен. Мына кішкентай балаға таңғалмаңыздар. Әдемі, деп қарамаңыздар. Көздері, сіздер, көп нәрсе бар. Біз орыншы қалыппыз ғой. Әйтеуір жақсы адам көрсек, жақсыдамыз. Осында несі жоқ. Біздің Алматыға жақсы айтарсың. Біздің Алматыға кетсіз ғой. Бұл кісі айтады. Қазір дейді, аффирмация деп айтып. Жақсының бәрі. Мынау қазақтардан алынған дүние дейді. Мынау жаңағы келінгесін дейді, құрсақ той жасайды, бата тілек айтады. Одан кейін дүние келеді, одан кейін шілдеханасын жасайды, бесікке салады. Осының бәрі аффирмация дейді. Сол сияқты бізде сол жақсы адамдардан бір кішкене болсын, бір үлгісті болсын, бала шағамызға деп мен өз ұрымдап мына жерде шашын әлияқтан алдырғым келіп отыр. Мықты еркектің артында мықты әйел тұрады. Негізі осы әйел жандар ғой, әлияқтан сияқты болсын деп тұрмын. Одан мынау Қашқар деген тырнағын алдырайын деп отырмын. Қашқар сияқты іскер болсын. Анау бүкіл
Жетісайдың бүкіл жеріне егін егіп, сондай еңбекпен тауып атқан кісі да, ол кісі өзім құлағым неше жыл болды. Сондай бір маңдай термен табатын кісілер адал еңбекпен жүрген адамдар осы кісілер. Сол осы Қашқарский сияқты іскер болсын деп тұрмын. Сосын біздің Жайна ханым бар. Өзі сондай табанды, өзі сондай, Аздикор дегенді білетін шығарсыздар, барлықтар біледі, корпус ретінде. Сол кісінің, сол жердің басшысы. Осы үш қыздай болса, ой, әдемі Құдай қаласа. Өзі қопарат, таң сияқты бұл кісі. Сол сияқты мынау табанды болсын, алға қарай жүрсін деп осы Жайна ханымға біз тыңдап отырмыз. Әне Көбеевтің мықты шапанын жауып отыр. Жербеге жаманға болмайды, кию керек. Киіп мына жерге тұрып алсақ. Еске салған Гүлнар апамыз Деген әдемі шапандар мынау. Керемет, иә? Вообще красота. Ортасы алтын, таза. Қызым сияқты. Бүгін шөбересіген Құдай апамыздың Гүлнар аға сыйлығы. Ай, бәрекелді. Қандай тамаша. Апамыздың жөнін, жолын біліп, арнайы алып келіп жатқан тартуы. Рахмет. Сосын өзімнің қызыма, Адиконыма алтын не жатты? Қалай деп айтасыз? Тамаша. Құдай бере салды. Ал бәрекелді. Құтты болсын. Қазіргі бөпелердің де киімі қызба деген Қазіргі заманына сай бәрі киімдерін, сезонный киімдерін алып келдік. Бізде Ақтауда Карамель Ақтау деген бренд бар, магазин. Содан бәрін киіндірін сияқтан қызымызды. Мөлта деген киімдері бар. Ванны халаты бар. Қонақ қаларуға қойды. Короче, бәрі киімдері, көйлектері бәрі. Карамельден барлығы. Қайнақта түсініп кеттік. Полный тонадыңдар ма? Полный тонап. Ал Маңғыстаудан келген киімдер Карамель Ақтаудан. Ардақ деген подругамыз. Пижамасы бар. Машалла. Бір жылға киім алмайды. Иә. Карамель аман болсын. Жаңа ішінде нелері, өзіне керек заттары, бантиктері, аяқ киімдері. Тағы да аяқ киімдері. Памперсы, пеленки, многоразовые. Фрукты жейтін заттары. Қатқылдай. Алын тағатын зат фартугы. Осымен. Сосын мына конверттің ішінде обедтің сүйіншісі бар, сосын үш қыздың көрімдігі бар. Менен бұрын айтып қалған ғой. Енесін жақсы Ұсталды. Бірақ біздің тағайымыз деген өзі современный. Орамалды тағады,
не тағады ғой енді. Беско басын чебетекі тағады. Күшті. Жунеттен. Вау, Жунет бренд. Сосын нақты құдаға Күшті. Вау, әдем болды. құдаға жүзік деген, бізде шоғы деген не бар. Әдеде содан құдаға жүзіктен. Вау, дуғы шапалақ. Адия жаққа бермейсіздер. Құдағайдың алып келген. Құдағайдың дәмі. Адия жаққа бермейсіздер. Сразу маған тек алып қойып жатыр. Ой. Құдағайдың дәмі. Айсұлу жеңше, сен болмай отырсың. Айтшы, Айсұлу жеңшеге. Соны айтам. Айсұлу жеңше, Камшат жеңше, Жадыр апам, сіздің чаттың бүкіл қыздары, Алтынай апа, Эльмира жеңше, барша жеңшелер, апалар біздің чаттың. Қарап жібер. Вау, айналып жібер. Классно. Жұлдыздың ең өзі біз екі құдағимыз ғой, құдағимыз. Айсұлу құдағимыз бар, ол керемет. Айсұлу құдағимызға алтын жүзік. Бар екен. Алмаша құтты болсын. Анаңа жеткіз. Майғыз көрсетіп жібер. Вау, Пакетіммен бірге Осы келу керек еді, келе алмай қалды. нешін келмедің, қараш. Күшті болады. Ата-мамамыз бар, мамамның орнында жүр бізде қазір. Мамамның оң қолы. Осы кісіге бір шампан грант әпшеме. Көйлегіне пацан екен. Вау. Светі күшті екен. Ой, кішкентай сәбиге арнаған қуанышы жүрекке жол тартқан тәтті торты, Құдай қаласа әдемі осы торт сияқты құлпырып, әдемі сұлу болып аман-есен өсе берсін, жұқты болсын, бау берік болсын. Енді Сенің инстаграмыңда жүрейінші. Өзімнің фанаттарым. Бұл біздің ілтипатымыз, біздің сыйластығымыз. Өз оқырмандарым екен деп жатыр, үлкен кісілер жағы. Мен де фанаттарым деп экономикасына қызмет жасап жатырмыз. Сеть магазинов для кондитеров деп біздің технолог жасаған. Бұның енді екеуміз рецептурасын согласовать еттік технологпен. Біреуіне ол бір вишневый начинка қосып еді, итальянский ана не езілмейтін термостабильный деп өзі бөлінеді. Жай вишня қоссаң езіліп кетеді мысалы. Көрейік енді мен мақтап қойдым. Екіншісіне бір крипс деген бір шоколад қостым деді, тоже андай арнайы ортасына қоюға болады. Бар өнер салып. Енді алла бұйыртса бар өнерін салып, сосын мұның бәрі желінетін нәрселер. Мынау мастика дейді, ана қамыр ғой, қанттан жасалған. Енді бұл да шетелден келеді. Мына ойыншықтардың бәрі, мынаның бәрі қолдан жасалған. Негізі елге жарамды нәрселерді. Сондықтан енді сіздер қабыл алыңыздар, немерелеріңізді. Бірақ Жайна ханымның рұқсатымен бірінші енді ниеттеніп кетті. Біздің жаңа сен айтып ғой, біз үйленгенде торт болды ма, болмады ма деп. Біз тойда жасаған жоқпыз негізі. Мына кісі ақ фатада киген жоқ. Мен қарағасын шалбар киген жоқ. Сол армандар орындалып жатыр. бір-біріңізге осы сезімдеріңіз ақ болып, пейілдеріңіз пәк болып, махаббаттарыңыз мәңгі болып кеттіңіздер. Тамаша. Енді Құдай қаласа, бұл тойды тоқтатпаймыз, созаққа барып жасаймыз, апамның қасына барып жасаймыз, Құдай қаласа. Апам